Өмір сүру орталығы 5 жылға дейін деп жатыр да қазір. Жерде қатып қалады, я болмаса біреу шешініп сол жерде билеп жатады, түсініп отырсың. Алматы қалалық психикалық сауықтыру орталығының Мақатаев көшесінде орналасқан наркологиялық қызметке келдім. Нашақорлықтан қалай құтылуға болады, сол жайында Алматы қалалық психикалық сауықтыру орталығының директоры Сапар Рахметшевпен сұхбаттасамыз. Осы нашақорлықтан емделушілердің ең жасы нешеде? Енді қазіргі таңда бізде жасөспірімдер диспансерлік бақылауда тұр. Енді оның ішіндегі жасы сол 16-17 жастағы балалар. Есірткі тұтынатын азаматтар не үшін осындай қадамға барады? Жоқ, енді біріншіден бұл жерде олар осыған есірткіге тәуелді болам деп қолданбайды олар. Олар есірткі тарататын адамдардың бір несі, жарнамасы, бұны бір рет қолдансаң тәуелді болмайсың дейді ғой. Сондықтан мынау өсіп келе жатқан балалардың сана сезімдерін сөйтіп алдап, сөйтіп барып дәмін көрсетуге тырысады. Оның емі бар ма? Әрине бар. Оның емі бар. Егер келген бала, ата-анасы, барлық мамандарға келіп уақытлы көмек алатын болса, оның нәтижесі жақсы болады. Соңғы уақытта синтетикалық заттар сәнді болып бара жатыр жастар арасында. Тәуелді науқастардың қатары өсіп келе жатыр дейді. Бұл қаншалықты рас? Әр жастағы адамдар мысалы келіп жатыр да біздің орталыққа көмекке, емге. Енді бұл синтетиканың бір жаман жері, бұл жерде әртүрлі химиялық заттар қосылады. Ал ол біріншіден тікелей мынау ми орталық жүйесіне, нерв жүйесіне тікелей әсер етеді. Бала өмірінде бір рет мысалы 14 жасында қолданып көретін болса есірткіні, сол мына есірткінің кесірінен соның ойлау қабілеті барлығы сол 14 жас болып қалып қояды. Ертең ол 20-ға келсін, 25-ке келсін, бірақ сонда да ойлау қабілеті соның барлығы сол бір деңгейде қалып қояды. Бұл мына есірткінің организмге деген алып келетін зияны осындай. Синтетикалық есірткіні ұзақ қолданатындардың енді орташа өмір сүру орталығы 5 жылға дейін деп жатыр да, қазір енді ғылыми нелерді оқып отырсаңыз, кейде 5 жылға да жетпейді олар деп жатыр да. Ресейлік деректі фильмдерді көрдім. Кейбір адамдар адам айтқысыз қылмыс жасағанда зерттей келе осындай синтетикалық есірткінің әсерінен дейді. Көзіне түрлі елестер көрінеді. Түрлі елес, біріншіден, екіншіден өздерінің фантазиясы ғой, түсініп отырсыз ба? Өздерінің фантазиясы, соны есірткіні қолданғанда өздері айтады, мысалы менің есімде, менің тәжірибемде болды, жаңағы есірткіні қолданатын себебім дейді, мен ұнайтын түстерді көрем дейді. Соған бола мен қолданам дейді. Сондықтан бұлардың егер жаңағы дозасын көбейтіп жіберетін болса, оларда осындай әртүрлі елестер пайда болады. Енді өздеріміз интернеттен көріп жүрміз ғой, бір жерде қатып қалады, я болмаса біреу шешініп сол жерде билеп жатады, түсініп отырсыз ба? Жалаңаш жүгіріп жүреді. Жалаңаш жүгіріп жүреді. Сол өзінің жаңағы фантазиясына, өзінің несіне кіріп кетеді, әлеміне. Сол әлемде олар соның ішінде жүреді. Ал енді есін жиып әсер кеткеннен кейін олардың іштерінде болмай қалады бар.